Мына нанның құрамында 1,1 грамм ұн жоқ десем сенесіздер ме? Денсаулыққа пайдалы глютенсіз нан дайындайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмау үшін міндетті түрде өздеріңізге сақтап, мына тұрған жүрекшені қызартып қойыңыздар. Ең алдымен бізге 4 жұмыртқа қажет болады. Өзімізге ыңғайлы ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз да, жұмыртқамыз жақсылап біріккенше тоқтаусыз араластырып аласыздар. Үстінен 40 грамм селеумызды қосамыз, тағы да барлығын жақсылап араластырып, жарты шай қасық ас содасын және де жарты шай қасық тұз қосамыз. Ең соңғы кезекте қайнап тұрған 40 грамм суымызды қосамыз да, тағы да барлығы біркелкі дәл осындай масса болғанша араластырып алып, бетін жауып 15 минут қалып қоямыз. 15 минуттан кейін псилиум дәл осылай өзінің көлемін 2-3 есе ұлғайтатын болады. Глютенсіз пайдалы нанымды Демиент аэрогрилінде дайындаймын. Бір жақсы пештен қарағанда ыңғайлы, тез дайындалады және де құрамына ешқандай май қоспай да пісіре беруге болады. Дәл осылай пергамент қағазын жайып аламыз да, қолымызды міндетті түрде сулап, дәл осындай домалақ пішін жасап алатын боламыз. Ендігі кезекте өз қалауларыңыз бойынша бетіне кунжут себесіздерде Демиент аэрогрилімізге салып 180 градуста 15 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Демиент аэрогрилінің бір жақсы қыздар қашықтықта басқара аласыздар. Басқа бөлмеде болсаңыздар, дәл осылай қолыңыздағы смартфонмен өздеріңізге ыңғайлы градусты уақытын таңдап іске қоса аласыздар. Қазіргі таңда Валбересте дәл осы Демиент аэрогриліне керемет жеңілдіктер жүріп жатыр. Егер тапсырыс беріп алғыларыңыз келсе, төменге описание бөліміне сілтемесін қалдыратын боламын. Демиент приложениясында бұдан да басқа көптеген нанның рецебі бар.